Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге суреттегі қажет емес жазуды немесе фонды қалай өшіруге болады жолын көрсетемін. Менімен бірге болыңыз. Ал жұмысымызға кірісетін болсақ, жаңағы жұмысты жасау үшін бізге Picsart деген приложение қажет болады. Осы тұрған Picsart приложениесіне кіреміз. Кірген сәтте плюс батырмасын басамыз. Өзіңізге қажетті бір фонды таңдап аласыз. Мен осы фонды таңдадым. Сөйтіп, мына тұрған инструменты деген қатарды бассаңыз, міне инструменты қатары, осы инструментті басасыз. Басқан сәтте удалить фон деген тұр. Осы удалить фон дегенді басасыз. Енді осы жерден мына бір тұрған карандаштың көмегімен өшіріп аламыз. Мына тұрған жазуды өшіремін деп шештім. Енді осыны жасап болғаннан кейін немесе карандашты өздеріңіз қалауларыңызға қарай осылай кішірейтіп те өшірсеңіздер болады. Ал егер де керек емес жерлерін алып қойсаңыз, жоғарыда тұрған стрелканы басып, осы стрелканы басып, назад баруға болады. Енді мен мына тұрған жарнама дегеннің үстінен боядым. Осы бояғанымды өшіру үшін удалить дегенді басамын. Picsart приложениесі жақсы жұмыс жасасын десеңіз, интернет жақсы жұмыс жасап тұру керек. Міне мен жаңағы жазуды өшірдім. Және де басқа да жолын көрсетейін. Келесі әрекетім осы тұрған жерден мына жазуларды өшіретін боламын. Қайтадан инструменты қатарына кіремін. Удалить басамын. Сөйтіп өзіме қажетті бөлікті үстінен сызып бояп аламын. Енді удалить деп басамын. Міне көріп тұрғандарыңыздай жаңағы жазуды ешқандай қиындықсыз өшіріп тастады. Мына тұрған суретті де өшіріп тастауға болады. Оны өшіріп, орнына басқа нәрсені де қойсаңыз болады. Удалить. Дәл осы жолмен өзіңізге қажет емес жазуды, фонды өшіріп тастасаңыз болады. Видеом пайдалы болса, каналыма тіркеліңіз, лайк қалдырып кетіңіз. Сөйтіп, өзіңізге қажетті ақпараттарды алып отырыңыз. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыз.